Сәлем достар. Сәлем достар. Екі жігіт чемоданда не заттар, қандай киімдер бар екенін көрсететін болады. Қайда шығып жатсыңдар жігіттер? Біз Дубайға шығып жатырмыз. Дубайда шығып жатырмыз. Ал не көрсетейін деп жатсыңдар сендер? Чемоданда заттар тұр, Дубайға соны әкетеміз. Біз соны көрсетейін деп тұрмыз. Кім бастайды бірінші? Мен. Ол жаға шаш қышылды. Ал көрсетіңдер, екеуін бірдей көрсете беріңдер. В общем, Шыңғысханның чемоданы. Шыңғысхан ашып жатыр қазір. В общем, менде как там киімдер, міне. Дубайда ыстық болады ғой, шорты алдық. А у меня вот такой. Оны не істейсің сен? Вот так. Короче, ты вот так на воду делаешь вот так, и вот так делаешь, смотрите. Вот так вот делаешь, и так делаешь. Пистолетті сенде? Не вот так вот, а вот так. И кепка. Кепка. Смотрите, где кепка будет? Шыңғысханда кепка бар екен, және пистолеттер бар екен. Допты не істейсің сен? Шыңғысхандың көрейік. Чемодан не ішіне бар? Кепка қоямын. Ал Шыңғысхан, сенің чемоданыңда не бар? Кепка хуямы, чтобы она не упала, упала, чтобы я его... И вот это вот, чупа-чупс и киндер, вот смотрите. Какой вы выберете? В общем, наш Шыңғысханда пистолеттер, главное, ойыншықтар. На песок, а вот... Сен песокпен ойнайын деп жатсың ба, Шыңғысхан? Я. А? Или хантури ойнай ма? Смотрите, здесь сломалось. Шыңғысханға киімдер не нужно, только игрушкилар и конфеталар вообще. Потому что здесь такой мячик есть, вот так вот играет. Вы когда купаете, и вот так вот, с одной удар вот так вот делаете, смотрите. Вот так вот. Шыңғысханда мынау екеу бар, біреу менікі, и мынау екеу бар, мынау пока ондікі, еще бір бар мынандай, бірақ зеленый цвет бар. Соны на жерде где-то. И, кстати, у него есть танкетки новые. Жалпы Шыңғысханның чемоданында ойыншықтар бар екен, ойыншықтар жинап алған. Және допта ойнайтын болып жатыр. Және мына жерде неше? Екі жігіт сол жақта суды атқылап ойнаймыз деп, арнайы суға арналған мынандай ойыншық пистолеттер. Мұнда тағы біреуі бар. Мінекей. Ішіне су құяды мына жерден, и осымен атады. Алдағы уақыттарда видеомызда көресіздер қалай ойнап жатқанын. Және мына жерде Шыңғысхан киімдер бар. Шыңғысхан кеп көрсетсейші қандай киімдер бар екен. Флапкың қайда сенің? Шортың қайда шомылатын? Киімдерің қайда? Көрсетші. У меня есть вот такие вещи. Вот такие. Они одевают на вот эти, чтобы если очень жарко будет, можно одеть вот эти. И вот так можно туда вот так положить и вспылить и одеть просто. Ага. Тағы қандай киімің бар? У меня есть купальник. Вот такой купальник. Флапка бар ма? Где? А вот он. Я так долго искал, долго искал, вот и я его завязал. Осын таптың ба сен? Смотрите, я его завязал. Байлап қойдың ба? Айбархан, сен көрсетші, сен екеуіңкі бірдей ғой деймін бе? Айбархан. Міне. Бірдей екен плавкан. Смотрите, у меня здесь чупа-чупс и киндер. Сейчас будет еще комбин. Вот где-то здесь он спрятался чемодан. Где-то сейчас его надо успела разобрать. Где-то он может быть здесь. О, нашел! Нашел. А бұл өзің пистолетің ба? Я нашел. Смотрите, я нашел. Сен сол жаққа барып жейсің ба? Жолда самолетте жейсің ба? Шоуға жем. Сол жаққа барып жейсің ба? Я, а не в самолете. А то төгіледі бүйтіп вот это желе. Төгіліп кетеді дейсің ба? Я. А вот это мен киндер самолет. Біреулеп көрсетші, біреулеп. Мынандай ақ футболкың бар екен сенің, иә? Я. Және мынандай бір шортиң бар екен. Я. Шомылғанда киетін шортиң. Я. Мынау тағы бір футболкың бар екен. Я. Бұны сені киесің ба? Я. Мына жерде неше бар? Чтобы холодно не было. Ақ футболка алыпсың, көк футболка алыпсың. Не, вот это чтобы Допты алыпсың, аяқ киім алыпсың.
Және не алдың? Вот Мынандай это, көк. смотрите, вот это алдым, вот это зеленый футболка алдым, чтобы холодно не было. А жаурайсың ба, ол жақсыздық емес па? Жақсы ғой? Қандай алыпсың ғой сен де? Бұны не істейсің? Самолетте киесің ба? Я. Самолеттің іші салқын бола ма? Я. Және бірнеше киімдер алып алыпсың ғой, сол жақта ауыстырып киіп жүресің ба Шыңғысхан сонымен? Я. Мынандай бір ойыншық алып алған. Бұл Хантөре сол жақта песокпен ойнайды деп. А мына жерде суға шомылатын заттар, которые купаться надо. Соны Бассейнге ішіне көрсетсе, ашып көрсетсе, не бар ішінде? Соның ішінде плавки бар. Шапка есть для плавания. У меня еще второй. А у меня еще второй. И очки две. В общем, это для купания. У меня кепка. Это еще футболка, в общем, вы поняли. Я жаздық и мынандай. Бұл қандай? Похожие киімдер. Пижама сақты или ұйықтайтын жерде, или түнде киемсің. Градусты көрдім, 30-28 болады. Бірақ самолетте, наверное, Сен Дубайдың суық болады, соны киіп аламын, Дубай. Самолетте салқын болған кезде киіп аласың ба сен оны? Мынау носкилер, мен көп носки алдым, мен жүріп жүрмеймін, в общем. Мынау кепка. Мынау пижамалар менің. Мынау футболка, мынау ауыстыратын футболка и еще ауыстыратын. И далаға шыққан кезде, или үйде, или отельда, или жүрген кезде мынаны киемін. Также конфеткилар, кәмпиттер мынау. И Дубай молға или Бурж-Халифа кондиционер бар, соны киемін, суық болады ол кезде, или самолетта, если суық болады. Мынау игрушкалар. Еще. И плавки. Шорты. Мынау менің екінші шорти. Қыдырып жүрген кезде киемін. Мынау майка. Ыстық болған кезде Дубайда киемін. И еще футболка. Тоже Дубайда киемін. Вторая, то есть. Екінші или үшінші. Мынау төртінші, если кір болып қалса ше, или Ауыстырып киемін. ауыстырып киемін. И шалбар. Дубай молда или Бурж-Халифа. Үлкен ғимараттарда кондиционер жұмыс істейді ғой. Соны холодно болады. Салқын болады да. Соны мынаны киемін. Бітті. Құрметті достар, біз чемоданды жинап болдық. Енді Дубайдағы видеоны күтіңіздер. Біз күшті Дубайдағы видеомыз күтіңіздер. Бай! Біз қазір Дубай барамыз. Ал құрметті көрермендер, жігіттер чемодандағы не заттар бар екенін көрсетіп болды. Енді Дубайдағы әдемі ғимараттарды аралап жүрген, қыдырып жүрген жігіттердің видеосын күтіңіздер. Каналымызға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Біз сіздермен қайырласамыз. Сау болыңыздар. Бай.